Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге Сара, менің қазақша мукбанг каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде осындай маршмеллоу, осыны қатты жақсы көремін, және де мен жақсы көретін напитогым. Ал бастайық. Мен негізі мукбанг түсірмегеніме көп болыпты. В основном влог. И то влогты мен шотс ретінде түсіріп жүрмін. Кстати, достар, менің жаңалығым бар. Мен өзімнің старый телефонымды, яғни старый дейтінде қатты старый емес, бұрынғы ұстаған телефонымды саттым, наконец-то. Мен негізі оны вообще сатпаймын деп ойлағам. Екі телефон ұстап жүре беремін деп ойлағам. Мені білесіздер, арасында мен үйде бос уақытымда, влог, мукбанг түсірмеген уақытымда мен поляға шығып тұрам. Оны көрдіңіздер, перетарканы көрдіңіздер. Осыдан 3-4 күн бұрын телефон сататын алдында мен поляға шықтым. Сол жерде бір водитель аға маған телефон керек деп менің қасымда бір кісіден сұрап жатыр екен. И мен ойладым, ол кісінің новый телефон алғысы келіп жатыр екен деп ше. Сөйтсем ол кісі бушный телефон сұрапты. Яғни ұсталған телефон сұрапты. Әбетте телефон сұраған кісінің қасына бардым да сұрадым, сізге нақты қандай телефон керек деп. И қалтасынан өзінің телефон шығарады. Ана телефонның экраны быт-шыт кеткен, динамигі істемейді, камерасы вообще істемейді. Ол ескі телефоны тоже бушный екен, біреуден сатып алған екен, яғни ол кісі сатып алдап берген екен. Ұстағаны бір ақ ай болмай ремонт көрген телефон екенін біліп, мен ол телефонды яғни ұстамай новый телефон алғысы келіп жүрген екен. Бірақ оған ақшасы жетпей, бушный ала салайын деп ойлаған екен. Сөйтіп полядан таныстардан мұш телефон шыққалар деп әркімнен сұрап жүрген екен. И мен ол кісіге айттым, менде телефон бар.
осындай состоянияда мен оны көп те ұстаған жоқпын. Одан кейін iPhone алдым. Ол үйде қазір жатыр. Ішінде сим карта салып қойғанмын. Екінші телефон қылып ұстап жүрмін. Аккаунттың бәрін тазалап қойдым деп айтқан едім. Сөйтіп ол аға маған ертең ол телефонды сен алып шық деп маған сөйтіп айтты. Сонымен мен алып шықтым. Оған ол менің телефоным қатты ұнады. Экраны сынбаған. Влогта сіздерге көрсеттім ғой. Ешқандай ремонт көрмеген. Коробкасымен, документімен, зарядкасымен. Даже плюс 2 чехолмен бар етін. Екеуміз бағасын келісіп, мен телефонымды саттым. Достар, бір жағынан қимастық болды. Ол телефонды қимадым. Как-никак ол телефонмен мен осы влогты аштым, сіздермен таныстым. Подписчик жинадым. Бір ең бастапқысында 10 подписчик па, 20 подписчик па мен сол телефонмен жинаған болатын. Былайша айтқанда, ыстықты да, суықты да сол телефонмен көрдім. Сондықтан да қимастық менде болды. Сонда да телефонымды саттым. Мен екі телефонымды ұстап жүре алмаймын. Енді в будущем, может, iPhone 16 ма, 17 ма алып қалармын. Мына телефонды тоже сөйтіп сатып жүрмін мүмкін. Мен қазір ұстап жүргенім iPhone 13. Бірақ в будущем алып қалам деген ойдамын. Сондай менде жаңалықтар болып жатыр. Мен аған тойдым уже. Жартысы қалып қалды. Напитогім де жартысы қалып қалды. Көп ішіп жегім кеп тұрған жоқ. Тойып қалдым. Мен бүгінгі осымен мукбангым аяқталды. Көргендеріңізге рахмет. Тіркеліп, комментария жазып, тағы да мукбанг түсірейін ба, қандай немен түсірейін, соның бәрін жазыңыздар комментарияға. Мен соны түсіретін боламын. Сіздермен болған Сара. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Я вас всех люблю. Пока-пока.